Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, жас ұстаздар және оқушылар. Бүгін бізде У, Ү, Ч әріптерінің бас әрпі. Жақыннан көрсетейін. Барлық әріптердің элементтері өте ұқсас. Негізгі сызықтың үстіңгі бөлігінде басы жазылады. Бастапқы бөлігі Г сияқты Удың басын имек етіп аламыз. Сызықтың бойымен жоғары көтеріп, қиғаш сызықтың бойымен түсіреміз. Астыңғы сызықпен қайырамыз. У. Қайталап көрсетемін. Екі торгөз тастап, үшіншісінен бастап жазамыз. Жоғарыдан имек, қайырдым, жоғары көтеріп, қиғаш сызықпен төмен түсеміз. У. Енді оқ сөзін жазып көрейік. У, ық. Келесі бізде У әрпіне ұқсас, тек астыңғы бөлігі Удікі алдыға қарай қайырылатын болса, О әрпінікі жазу жолының ішінде кері артқа қарай қайырылады және белбеуі бар. Жоғарыдан имек, бастапқы бөліктер ұқсас, қиғаш сызықтың бойымен түзу тік түсіп, артқа қайырамын. Белбеу. О. Қайталаймын. Имек, түзу сызық, кері қайтарамын. Белбеу. Енді ұлу сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан имек, О, ұлу. Белбеуін артынан сызамыз. Келесі Ү әрпі тура О әрпіне ұқсас, тек қана белінде белдігі жоқ және жіңішке естіледі. Жоғарыдан имек, түзу сызық, астыңғы сызыққа дейін тіреймін, артқа кері қайтарамын. Қайталаймын. Жоғарыдан имек, кері қайтамыз. Енді үтік сөзі бірге жазып көрейік. Ү, тік. Әріптерім кішкене қисық болып жатса, айып етпеңіздер. Камера кішкене мешать етіп тұрғандықтан, кедергі жасап тұрғандықтан сіздерден кешірім сұраймын. Барынша түсініктетіп түсіруге тырысып отырмын. Келесі бізде Ч әрпі. Ч әрпін осы жерге қосқандығым, бастапқы бөлігі бірдей, тек астындағы айырмашылығын байқасаңыз, Ү әрпінде үшкір болып артқа қайырылатын болса, Ч әрпінде артқа имек домалақтау болып қайырылады екен. Қане бірге жазып көрейік. Жоғарыдан имек, түзу сызық, артқа домалақ етіп қайырамыз. Қайталаймын. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Астыңғы жағы домалақ. Енді чек сөзін жазып көрейік.